Бірақ мен бір сұрағым бар, мен сенің прямойыңа біраз болды кіре алмай жүргеніме ше. Құдай жоқ дейсің де, мысалға, енді бар жоғын, Құдайдың бар жоғын, енді ана жаққа барып келген біз ешкім жоқ қой. Бірақ менің ойым барынша Құдай ана жақта деген ойдың өзі қайдан шықты деген ойлану керек қой. Ол Құдай ана жақта деген сөз қайдан шықты жалпы. Иә, жалпы енді тыңдашы, брат, мен айтайын. Менің өзім жеке ойым, прям мен 5 уақыт намаз оқымаймын, брат. Мен жаңағындай не істемеймін да, бірақ Аллаға барынша сеніп өтемін. Вдруг, например, кейін қайтыс болған кезде ол нәрсе шын болып қалса, чтобы мен дайын отыратындай, а болмаса ол болмайды деген сияқты әңгіме ғой. Но басқаларына дайындалмайсың ба? Алладан басқаларына дайындалмайсың ба? Басқа не бар? Исаға дайындал. Исаға типа келеді шығады, дәжал шығады деген ма? Жоқ, Иса деген Құдай ар жақта. Христиандықтың Құдай. Олардың бізге не қатысы бар? Қатысы болу міндетті емес қой, болып қалу үшін. Зевс башар мүмкін ар жақта күтіп отқан шығар, қайдан бір. Бәріне дайындал. Сен бүйтті, ана құдайлар деген бір кітапты тауып ал, полный список құдайлардың деген. Соны тауып ал да, соның бәріне сен не қылса, бәріне дайындал. Жоқ, брат, енді бәріне дайындал дегенде ондай әңгіме емес қой сен айтып отқаның. Енді вдруг енді қара, брат, мысалы христиандардың құдайына христиандар дайындалады. Маған мысалы ол не керек? Жоқ, олардың дайындалуы ол сен үшін болмай қалады деген сөз емес қой. Олар дайындалып жүрген кез болып қалса сен үшін. Сен қораға кіріп кетесің ғой. Не үшін мен қораға кіремін? Сен сенбедің ғой өйткені оларға. Енді бізге, брат, сен қара, діннің өзінде, дінде жазылған ба, что мұсылман болып сен христиандарында, буддаларында или басқа діндерінде құдайына сенуің керек деген? Енді проблема сол болып тұр ғой, сен исламға сенсең басқа құдайларға дайындаламай қалатын болып тұрсың. Проблема ол емес, брат, сен дұрыс түсініп тұрған жоқсың. Нені дұрыс түсінбедің? Дұрыс қой, сен ар жақта бір құдай болып қалса жазалайтын, соған ілініп қалмайын деп дайындалып жатсың. Ондай варианттар көп. Сол көп варианттың біреуіне дайындалсаң, екіншісіне түсіп қаласың. Сол бұл шешілмейді ғой бұл проблема. Жоқ, брат. Сен қалай айтып жатсың, сен мынандай ғой. Алла тағалаға сеніп өту керек та, барынша ше. Менің ойым жалпы мынандай да. Енді сен сеніп өттің жарайды, бірақ Алладан басқа біреу шықпаса алдыңда не істейсің? Адам деген андай ғой, брат. Қайтыс болдың, болмадың ол андай ғой. Қайтыс боласың, кәдімгі телевизорды өшіресің ғой, сол сияқты өшіреді, болды. Ары қарай не болатынын ешкім білмейді да. Дұрыс па? Сен де білмейсің. Бопты, сен қайтыс болғаннан кейін алдыңда басқа біреу құдай шықса не істейсің? Кім шығады Алладан басқа саған? Білмеймін ғой, сенбейтін біреулер көп қой құдайлар. Жоқ, брат, сен вдруг дегені только Аллаға ғана қолдануға ма? Сен, брат, андайсың бар ғой, андай адамдарды андай психологически жеп тастайсың да. Сен андай болса, жоқ, психологически емес, бұл факт қой. Мысалы, сен айтып тұрсың қазір. Ертең университетке барған кезде сен қандай сабақтар болатынын білмейсің. Вдруг физкультура болып қалса деп физкультураға ұрып дайындалып жатсың. Ертең сен барған кезде только химия деген сабақ болса, физкультураң не істейсің? Сол сияқты болып тұр ғой бұл жерде. Сен біреусіне ғана дайындалып жатсың, сен бәріне дайындалып баруың керек. Бәріне дайындаламайсың. Жоқ, брат, енді қара, мен мысалы біз дініміз мұсылман ба? Дұрыс па, брат? Ол шешпейді ғой ештеңені. Жоқ, қалай шешпейді, брат? Менің ертең христиан, мысалы қара. Ертең христиан, сенің түсінігің бойынша. Дұрыс па? Тыңдашы. Сен мысалы ертең сен деп Алла тағала бар болып қалды деп сен жәннатқа кетіп баратқан кезде ана жақта христиандар ақталамайды ғой, біздің дініміз христиандық болды, біз Исаға сендік деп олар ақталамай қалады ғой, сол сияқты сен де ақталамайсың басқа жерде. Не үшін, брат? Олар өздеріне жауап береді ғой, потому что олар сенді тек христиан, Исаға сеніп отыр. Буддаға сеніп отыр. Олар по-любому тозаққа кетеді ғой бәрібір. Не үшін тозаққа кетеді олар? Сенбеген үшін. Енді дұрыс қой, брат, менің дінім мұсылман ба? Мен мұсылман дініне сенем, болды. Маған алдынан Будданың құдайы шыға ма, или христианның құдайы шыға ма? Не үшін мен дайындаламын оларға? Ертең енді тозаққа кетіп қалсаң. Жоқ, қалай тозаққа кетесің? Олардың да азаптары бар шығар, қаяқтан білесің? Жоқ, брат, енді біздің дінде ондай нәрсе ұғым жоқ қой. Ертең қайтыс болған кезде бірінші. Ой, сенің дінің, сонда сенің дінің саған ғана, саған сенің дінің ғана бола ма сонда? Енді қара, брат, мұсылман дінінде
мынандай не понятие жоқ қой, жазылмаған ғой. Мысалы бірінші Құдайдың алдына өтесің, одан кейін барып екінші очередь Исаның алдына өтесің, жаңағы нелердің, үшінші Вот именно сол сенің сеніп отырған діннің бәрі өтірік болып қалуы мүмкін ертең. Не үшін өтірік болып қалуы мүмкін ал? Қалай шын болып қалуы мүмкін болса, солай өтірік болып қалуы да мүмкін. Енді шын болып қалуы мүмкін, өтірік болып қалуы мүмкін дегенге бір адам ешкім 1000% толық жауап бере алмайды да. Но бірақ енді дұрыс қой, енді соны айтып тұрмын ғой. Болмай қалса басқа дін болып қалуы мүмкін. Енді қара, енді ол нәрсе жайдан жай түбі жайдан жай шыққан жоқ қой, дұрыс па? Дұрыс, барлық діндердің түбі жайдан жай шыққан жоқ, олар да болып қалуы мүмкін ертең. Иә, Вот солардың бәріне дайындал енді, не қыл дейсің? Енді брат, зачем бізге олардың бәріне дайындалып? Енді ертең сенің дінің өтірік, басқаның діні шын болып қалса, чтоб сенің ол жақта да жағдай дұрыс болатындай ойланып енді қара брат. Мынандай әңгіме ғой. Сенің дінің шын болып қалса, басқаның діні деген сияқты, мысалға. Сен жаңағыда пример... Реально түсінбей тұрсың ба, или түсініп тұрып қасарысып жатсың ба? Мен түсініп тұрмын, брат. Сенің просто примерің андай да, 1000 теңге, анау ол 1000 теңге деген ол теңгемен оны салыстыру, ол вообще бір-біріне сәйкес келмейтін нәрсе ғой. Сәйкес келеді, мен саған айтайын. Сен ертең ақиретте теңге қабылдайтын касса болады деп қалтаңа теңгені толтырып қалсаң, ол жақта евро болып қалуы мүмкін. Не істейсің сонда? Сол үшін әр жердің валютасын бір талдан салып ал деп жатырмын саған. Түсіндің бе енді? Жоқ, оны түсініп тұрмын ғой, брат. Ол әрбір елдің валютасын бір салып ал деген нәрсе. Енді осыны осы жердегі валюта деген сөз. Енді тоқта, соңғы попытка менде. Соңғы талпыныс. Енді сен валюта деген сөзді дінмен алмастыр, теңге деген нәрсені исламмен алмастыр. Қалған валюталар, евро басқалар, олар басқа діндер. Енді сол осы мысалды сол діндермен айтты енді давай. Жоқ, брат, енді қара. Енді мен саған қазір жақсылап айтып берем. Сен қазір айтып отырсың, типа менің түсінгім бойынша, сенің қолыңда теңге бар, но бірақ ана жаққа барған кезде сен теңгемен емес, либо валютаны евромен, или болмаса доллармен қабылдап жатыр, сен не істейсің деген сұрақ қой сенікі. Иә. Ол сұраққа айтып ғой. Мысалы, енді қара, брат. Бізде менің ойым, например, мен тек мұсылманмын ба, мен тек мұсылман дінін қабылдадым ба, біз сол діннің несімен, жаңағы тәртібімен жүреміз, дұрыс па? Ертең не айтып жатқанды өзің түсініп жатсың ба? Түсініп жатырмын, иә. Енді қарашы, сен бүйтіп жатсың, сен былай айтып жатсың, мен қазақпын, мен Қазақстанда тұрам, сол үшін мен теңгені апарам деп айтып жатсың. Бірақ ол жақтағы кассаға сенің қай елден екенің маңызды емес, ол жақта не қабылдайтынын сен білмейсің. Жоқ, енді брат, енді ол жақта бізде дінде жазылмаған ғой, брат. Ешкім айтамайды ғой, мысалға. Бізде дінде, мысалы, былай жазылған. Қайтыс боласың, то, что сұрақ жауаптарына жауап бересің, Алла тағаланың. Ары қарай уже сенің неңе байланысты, жаңағы істеген ісіңе байланысты, жақсылығыңа или жаманшылығыңа. Сенің дініңде не жазылғаны арғы өмірдегі варианттарға маңызды емес ол жақта. Мысалы, сен бүйтіп айтып барсаң, мен Қазақстаннан мен теңге әкелдім, бізде Қазақстанда валюта, ұлттық валюта теңге деп жазылған деп айтсаң, олар қызық емес қой оларға, біз евро қабылдаймыз дейді. Болды, сосын қайтасың еліңе. Жоқ, брат, сен вообще, сен просто сенің нең варианттарың тек ақшамен не істеу ғой. Типа, андай не деген, қарашы, неде, сен андай бір түсінбедің да, мен сенен қырсықтықтан басқа ештеңе көріп тұрған жоқпын. Сен қалай осы жасқа дейін өмір сүріп келдің, осындай нәрсені егер түсіне алмайтын болсаң, мен таң қаламын, сен әдейі істеп отқан сияқты. Ұят мынау енді ше, білмеймін мен саған бәрі қалай түсіндіруге болады. Андай ғой, сендер просто сенің нең уже үйрену ағасында адамдарға атаковать етіп, андай болмайтын сұрақтарға андай атаковать етесің да. Сен ғой осы мүмкін болып қалуы деген вариантты алып келген. Сен ғой, мен соны айтып тұрмын ғой, соның проблемаларын. Мен не қатысым бар оған, не кінәм бар саған?
Сен просто менің айтып жатқанымды сен түсінбей тұрсың. Сенің ойың бәрі андай болып кеткен ғой уже. Еще сен түсінбей отырсың деп қой. Ұят деген бар ма кішкене? Ұялсай. Ел жұрт отыр ғой, мына жерде 700 адам отыр, бір ұялсай кішкене. Сенің ең басшы. Мысалы сен кезінде мен сен бұрын қарайтын, сен айтатынсың. Мен 5 уақыт намаз оқығам деп тұрсың да бұрын. Иә. Сен бұрын мен 5 уақыт намаз оқығам, дін жолында жүргенмін мысалға деп ше. Не үшін сен мысалға соған сенбей шығып кеттің ислам дініне? Мен айтып жүрмін ғой не үшін екенін, күнде айтамын ғой. Мен мысалға сен эфиріңді біраз болды уже көрмегеніме, уже 1 жылдан асып кетті ау. Көру керек соны, сол кезде түсінесің. Мысалға соған жауап берші, брат. Не үшін шығып кеттің сен? Сен мысалы 5 уақыт намаз оқыдың мысалға, сендің мысалға. Ұйқаспайды деймін. Не ұйқаспайды? Бәрі ұйқаспайды ана жерде әңгімелер. Не үшін сонда сен басында не үшін сендің онда? Мен өзі білген жоқпын. Ой, девиант өзіңе көп алmış. Оговор ғой, брат, сенікі. Я этому объясню дейді. Сен девиант өзіңе көп алма, брат. Давай. Безнадега. Тұрат тұр қазір. Рискнем давай. Жоқ, түсіндіре алмайсың мына жерде. Безнадежный вариант. Сен, брат, мысалға... Оразбек, мен саған айтайын қара. Бүйтеді қара. Болашақта сен ислам дінінде айтады, болашақта бір Яжуж деген біреулер шығады дейді. Олар болашақта шығады дейді. Бірақ оны өткен ғасырда ана қылыш садақпен, Зулқарнайн деген біреу қылыш садақпен солар жеңіп кеткен екен да. Енді олар болашақта шығады дейді, бірақ оны адамдар жеңе алмайды дейді. Айналайын көке, қылыш садақпен жеңгендерді сен мына жерде ядерный қару танкімен жеңе алмайсың ба? Еще олар жер бетінен шыққан кезде қылыш садақпен шығады дейді. Садақпен жүргендер емес, қазір автоматпен жүрсең де ұтылып жатсың ғой да, дрондардың соғысының заманы ғой. Заманыңа сай ойласайшы, сол заманда қалып кетпей. Енді қара, Яжуж-Мажужды жаңағындай екі таудың арасында темірден болаттан күйдіріп қамал жасап не істеп кеткен дейді, дұрыс па? Қамап кеткен. Айта берші оны, итак айтып тұрмын ғой саған оны. Енді, брат, ол заманда, енді мен оны точно айтамайым, но бірақ, например, сен сенесің ба солардың шығатынына? Ол сол замандағы адамдардың түсінігіндегі, басының жеткен жеріндегі қиял әңгімесі, садақтан басқа қару білмесе, не айтады олар? Немен шығады деп айтады? Не қалай сенесің оған? Пистолеттің шығып кететін, автомат дронның шығып кететін біліп дейсің ба? Енді, брат, мына сұраққа жауап берші. Ертең біз өлгеннен кейін біздің тағдырымыз не болады? Сен қай жерде қалай өлгеніңе байланысты ол. Сенің тағдырың емес ол, денеңнің тағдыры. Соған не болады мысалы? Ертең біз қайттан тірілеміз ба? Тірілмейсің. Біреулер айтады ғой. Біреулер айтады ғой, екінші өмір бар. Екінші өмір жоқ. Не істейсің дальше? Дальше не істейсің сонда? Сен істемейсің деймін. Пландарың бар ма, өліп қалғансың, қаяққа барасың сен? Жоқсың ғой жүр. Өлдің бітті дейсің ғой, жадасың дейсің ғой бір жерде. Өлдің, өттің дүние, кеттің дәуір. Сонда ар жақта жұмақ деген бәрі. Сенбеймін. Ол нәрселерге. Девиант, давай, байқап көр. Оразбеков. Оразбеков. Мұқият тыңдашы, жаңағы бірінші әңгімеңші. Сен кірдің де өзің мүмкіндік туралы айттың, дұрыс па? Ең басында. Мүмкіндік деген, мысалы қара, сен таңертең жұмысқа шығасың үйіңнен. Сенің үйіңе қайтып оралмауыңа, қайтыс болып кетуіңе әртүрлі мүмкіндіктер бар. Аяғың тайғанап, құлап басыңды жарып алу мүмкіндігі бар. Мәшіне қағып кету мүмкіндігі бар. Білмеймін. Басыңа біреудің балконнан басыңа бірдеңе түсіп өліп қалудың мүмкіндігің бар. Дұрыс па? Мүмкіндіктер көп. Сен сол мүмкіндікті айтып келдің, дұрыс па? Енді сен бидейсің. Мен аяғым тайғанамайтын аяқ киім киіп шығам, и мен 100% өлмеймін деп тұрсың да. Қалған мүмкіндіктерді жоқ қылып тұрсың сен. И тура солай сен, мен ислам дініне сенем, бірақ өзің келіп мүмкіндік туралы айтып тұрсың да, бірақ мен тек қана исламға сенем, и менде бәрі нормально болады деп тұрсың. Жоқ, брат, менде бәрі нормально емес. Мынандай ғой, брат. Мен негізі жалпы менің құдайым болып қалады деп тұрсың да сен. Мәселе содан. Наңғара, брат. Жалпы айтқанды мүмкіндік туралы. Түсініп тұрмын, брат. Түсініп тұрмын. Менде андай да, брат, қара. Менде, мысалы, менің шешем былтыр қайтыс болыпты.
мен шешем өлгенше мысалға кәдімгідей Құран кітабын оқып сөйтіп тастамайтын. И менде андай понятие. Мен 100% мынау Құдай жоқ дегенге сенбеймін. И 100% бар. Причем тут ол нәрсе причем. Потому что қара бірақ қандай да біз ертең өлеміз. Сен айтып келдің ғой мүмкіндік туралы. Біз мысалы ертең мүмкін Құдай болып қалса не істейсің деп келдің ғой, әңгімен сода ғой. Құдай болып қалса деп сұранысқа қайтып жатыр. Тыңдашы, бірінші тыңдап үйренші. Сөздің мағынасын түсініп үйренші, қадап түсіндің ба не айтқанымды? Сағанысқа қайтып отыр, онда ана Кукулкан деген Құдайдың дініне бармайсың ба? Мүмкін сол Құдай болып қалады шығар деп тұрсың. Жоқ, сен мен 100% мен таңдаған Құдай болып қалады, бірақ ол мүмкін болып қалады деп тұрсың. Түсініп тұрсың ба сөзіңнің ақымақтығын? түсініп тұрмын, ақымақтық емес ол, брат, ол мен Ақымақтық ол, сен өзің мүмкіндік деп тұрып, бірақ тек қана бір вариантты таңдап тұрсың. Асаңызға айтып тұр, мүмкіндік болса, онда варианттардың бәріне дайындал деп тұр. Енді зачем бізге ондай дайындау? Қалай зачем, сен мүмкін деп тұрсың ғой, өйткені сен былай деп тұрсың да, 100 мүмкіндік бар деп тұрсың да, 100 вариант болуы мүмкін деп тұрсың да, бірақ мен біреуіне ғана дайындалам деп тұрсың. Енді брат, мен ол жақта 100 вариант бар деп айтқан жоқпын, это во-первых. Сен мүмкін деп сен айтып келдің ғой. Мүмкін дедім, бар болуы, мен қазір айтып отырмын. Ол жақта Құдай бар. Все, давай. Болды. Оразбек, қоя сал ол. Давай. Адамның халықтың миын жаман улайсыңдар да өйтіп ше. Болды. Басқа бар ғой, Оразбек, сенің миыңды ешкім улай алмайды. Мен берілдім, короче. Үміт жоқ. Басқа мынандай позициямен сенің миыңды ешкім улай алмайды. Ешқашан бар ғой. Сен Құдайдың алдына барсаң да бар ғой, сен миыңды Құдайға да улатпайтын бәлесің сен. Құдайдың алдына барып Құдаймен салғыласып, құдіреті шексіз Құдайдың өзі саған ештеңе түсіндіре алмай, құдіретінің шексіз екеніне күмәнданып қалатын сияқты. Менің ойымша ше. Бізді мысалы Құдай бар болса дейікші, мысалы Құдай бар болса, Құдай төбеден қарап отыр дейікші, төбеден деймін, басқа жерден бәйдер қарап отыр. Ол сөйтті да, тоқтайды ше, мен мынаған түсіндіріп көрейін деп Оразбековке Құдай келіп түсіндіріп тұрып, что-то мен құдіретім шексіз екенін точно ма, точно емес па дейтін шығар. Құдай құдіретім шексіз сияқты, что-то мына жерде болмай жатыр ғой, Оразбековке өтпей жатыр ғой деп. Шайтандар саған жоламайтын шығар, Оразбек. Сені азғыру дегендер ғой, шайтандарға шанс жоқ қой, мыналар. Олар километрден айналып қашатын шығар. Сені ібліс танитын болу керек, мынау деген нереально бар ғой, азғыру мына мүмкін емес. Азғыруға тырысып едік, вообще қозғалтамадық орнынан деп. Ой, бля, Оразбек, красавчик, жеңілдік сені. Шамамыз келмеді саған.